Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Біз бүгін ерекше бір сұхбаттамыз. Өйткені Қармақшы ауданның әкімі Жандос Еркінбекұлы мен ауданның әлеуметтік экономикалық даму қарқынына қатысты біраз тақырыпты тарқататын боламыз. Құрметті Жандос Еркінбекұлы, өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз, және де біздің телеарнамызға сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Өзіңіз жақында ғана өңірлік коммуникациялар алаңында брифинг өткіздіңіз журналистердің қатысуымен. Сонда былай дегенсіз: ақпарат саласының өкілдерімен ашық әрі мазмұнды диалог орнату аудан әкімдігі қызметінің маңызды бағыттарының бірі. Олай болатын болса, бүгінгі сұхбатымыз ашық әрі мазмұнды диалог болады деген үміттеміз. Олай болса, алғашқы сауал. Барлығымызға белгілі, 20 қаңтарда ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысы облыс орталығында өтті. Сол құрылтайда мемлекет басшысы Қызылорда облысының әлеуметтік экономикалық дамуына ерекше баға берді, оң пікірін айтты. Дәл осы ретте Қармақшы ауданының да үлесі бар екені белгілі. Бірінші сауалымыз, бірінші қаузайтын тақырыбымыз ауданның бюджеті, өз кірістері, тартылған инвестиция көлемі қандай? Осы бір толыққан тарқатып берсеңіз. Саламатсыздар ма? Тағы да сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда шынымен де өткен 20 қаңтарда облыс орталығында еліміздің президентінің қатысуымен құрылтайда еліміздің президенті біздің ауданымызға жоғары баға берді. Оның ішінде енді облыстың бюджетіне қатысты біздің ауданымыздың да өзінің үлесі бар деп ойлаймын. Мысалға 2023 жылдан бастап бері қарай жылдан жылға бізде ауданның бюджетінің өзінің өсімі байқалады. 2023 жыл мысалға ауданның бюджеті жылдың басында 11 миллиард 900 миллион болып бекітілсе, 2023 жылды біз 13 миллиардтан астаммен қорытындыладық. 2024 жылы 14 миллиардпен бастасақ, жылдың қорытындысымен 18 миллиардтан астаммен жылды қорытындыладық. Енді мынау 2025 жылы жалпы жасаған жұмыстың нәтижесінде жылдың басында ауданымыздың бюджеті 12 миллиард 147 миллион теңге болып бекітілген болатын. Жылдың көлемінде өткізілген нақтылаудың нәтижесінде 2025 жылдың қорытындысымен ауданның бюджеті 22 миллиард болды. Бұл қаражаттар міндетті түрде осы уақытқа дейін де, алдағы уақытта да аудан аумағындағы ең өзекті мәселелерді шешуге жұмсалады. Тұрғындардың әл-ауқатын дұрыстауға, жақсы жоғары деңгейге көтеру бағытында жұмсалады. Енді сол бюджеттің ішіндегі өз кірістерімізге тоқтайтын болсақ, жалпы Қармақшы ауданының өзінің кірістері жылдың басында біз 2 миллиард 900 бекітілген болатынбыз. Ол да жасаған жұмыстың нәтижесінде бұл межені біз асыра орындадық. 500 миллионнан астам қаражатқа ұлғайдып, бюджетіміздің өз кірісі 3,5 миллиардқа жуық болды. Ол біздің Қармақшы ауданымыздың өте жақсы көрсеткіш болады. Бұл қаражатта да енді міндетті түрде жаңа аудан аумағындағы қажетті мәселелерге шешім табуға бағытында жұмсалатын болады. Енді жалпы ауданның бюджеті, ауданның экономикасының өсіп өркендеуі біздің Қармақшы ауданымыз ауыл шаруашылық саласына негізделген екен, ол ешкімге құпия емес. Сол себептен 2025 жылы егін мерзімінде бізге ауданымызға ең маңызды дақылдардың бірі бұл күріш дақылы. 12.993 гектарға біз күріш шексек, енді егін мерзімінде шілде айларында шамалы емес әжептәуір суға қатысты проблемалық мәселелер болды. Бұл мәселені біз аймақ басшысына жеткіздік. Баяндап шыққаннан кейін аймақ басшысы сол жерде нақты шешімдер қабылдаған нәтижесінде Дроңғар ауылдық округінің аумағында премьер-министрдің орынбасарымен қатысуымен үлкен жиналыс болды. Жиналыстың нәтижесінде енді мынау егіннің қорытындысымен біз жаңағы еккен 12.993 гектардан әр гектарынан 54,7 центнерден өнім алдық. Нәтижесінде жылдың қорытындысымен 71 мыңнан астам астық ауданның қамбасына құйылды. Одан бөлек мынау Жаңажол Дроңғар ауылдық округында орналасқан Жаңажол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бар. Енді 2 мыңнан астам күріш егетін шаруашылық, қаншама адамды жұмыспен қамтылып отыр. Ауданымыздағы бір жақсы жоғары деңгейде жұмыстарын ұйымдастырып отырған шаруашылықтардың бірі. Сол шаруашылықтың жұмысының нәтижесінде бір шаруашылықтың өзінен ғана 17 мыңнан астам тонна астық қамбаға құйылды. Нәтижесінде Жаңажол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
облыс бойынша үздік ауыл шаруашылық номинациясына иеленді. Ол да біз үшін үлкен жетістік. Жаңа жол жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің несінде күріштен бөлек 2 алмабақтар бар, майда шүйде қаншама жаңа өнім шығаратын майда цехтар, заводтар бар. Сол жұмыстардың нәтижесінде қазіргі таңда біздің жаңа жол ауылы, Дроңғар ауылдық округінің деңгейі жақсы көтеріліп жатыр. Биылғы жылы біз биылғы жылы енді 2025 жылдың қорытындысымен газ кіргіздік Дроңғар ауылдық округына. Енді биылғы жылда үлкен жобаларымыз бар. Оларда кезең-кезеңмен жүзеге асатын болса, жалпы Қармақшы ауданы, оның ішіндегі жаңа жол ауылдық округында жаңағыдай тұрғындарына жақсы қолайлы жағдайлар жасалады деген сеніміміз бар. Жандос Еркінбекұлы, өзіңіз тамаша бір тақырыпқа тоқталып өттіңіз, ауыл шаруашылық саласына. Барлығымызға белгілі, соңғы жылдары ауыл шаруашылық саласына қажетті тіршілік нәрінің тапшылығын Сыр өңірінің диқаншылары, егіншілері өте жақсы сезіп отыр. Десе де мемлекет басшысының, үкімет басшысының жұмысының жүйелілігінің арқасында осы өзеннің жоғарғы жағында орналасқан мемлекеттермен келіссөз жүргізу арқылы қажетті судың көлеміне қол жеткізіп жатырмыз. Бірақ та десе де бұл бір теңізге тасталған тамшыдай біз үшін. Бірақ маған бір белгілісі, менің әріптестеріме де белгілісі, біздің диқандарымыз биылық қалып жатқан жоқ. Қажетті көлемдегі өнімге қол жеткізіп жатыр. Дәл осы ретте жергілікті биліктің көмегі жоқ деп біз айта алмаймыз. Тіршілік нәрінің тапшылығын еңсеруде өзіңіз басқарып отырған аудан басшылығы қандай қадамдар жасадыңыздар, қандай көмек көрсеттіңіздер егіншілерге? Жыл көлемінде мемлекет тарапынан, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан жұмыстар жүйелі түрде ұйымдастырылып келеді. Бұл жұмыстарға бізде жауапты осы саланы жетекшілік жасайтын аудан әкімінің орынбасары бар, жауапты. Сол кісінің ұйымдастыруымен, сол кісінің жасаған жұмысының нәтижесінде енді ауыл шаруашылық жауапкершілігі шектеулі серіктестерге, шаруашылық нелерге жақсы көмектер, қолдаулар көрсетіліп жатыр. Оның ішінде мынау жеңілдетілген несиелер алып беру, мемлекет тарапынан қолдау шараларының арқасында. Одан бөлек мынау техникаларын жаңартуға байланысты, мысалға біз 2024 жылы аудан аумағында орналасқан, жалпы ауданда 30-дан астам шаруашылықтар бар. Соның ішінде ірі жақсы нәтиже көрсетіп отырған 7 шаруашылық бар. Солардың тарапынан 2024 жылы жақсы шаруашылыққа қажетті техникаларды жаңарту жұмыстары жақсы ұйымдастырылды. Одан бөлек сол техника қажетті жаңар-май бар. Соларды жеңілдетілген, төмендетілген бағамен сатып алып беру, жалпы аудандағы, облыстағы ауыл шаруашылық басқармасының тарапынан жұмыстар ұйымдастырылып, әр ауданға өзінің лимиті бекітіледі. Сол бекітілген лимиттің нәтижесінде 100% біз соны пайдаланып отырып, егінге жақсы бір өзінің тарапынан демеу бар. Сосын, соответственно, күріш егердің алдында ол жерді лазерлық тегістеу жұмыстары бар. Одан бөлек қаншама құрт-құмырсқадан, шөптен, дәрі-дәрмектер бар, қосатындай. Соларды да біз қазіргі таңда жасаған жұмыстың нәтижесінде төмендетілген бағамен алып беру жұмыстары ұйымдастырылып жатыр. Ұйымдастырылды. Биылғы жылда біз сөйтіп жоспарлап отырмыз, Құдай қаласа. Сосын ең маңыздысы мынау, енді в любом случае ең біріншісі адамның күші ғой. Адамның күші. Менің ойымша, жалпы аудан аумағында тұратын менің жерлестерім қазіргі таңда ауыл шаруашылық саласына бағытталған қиындықтардың бәрін жақсы түсініп, күннің ыстығына қарамай, күннің суығына қарамай, күн демей, түн демей жасаған жұмыстың нәтижесінде біз осындай қол жеткізіп отырмыз. Биылғы жылы да дәл осындай жоспарымыз бар, Құдай қаласа, бекітілген межені 100% орындап, Құдай қаласа, қазір енді биылғы жылы да судың проблемасы болады дегендей мәселелер бар, одан біз қашпаймыз, дегенмен де өз тарапымыздан дайындалып жатыр. Дайындалу жұмыстардың барысы мынау күріш алқабын шамалы қысқартып, оның орнына суды шамалы аздау қажет ететін дақылдарды егеміз бе деп. Ең біріншісі қазіргі таңда енді жүгеріге тоқтап, сол жүгері болсын, басқа дақылдар болсын, капельное орошение деген тәсілдер болады, сосын дождевое орошение деген болады. Жалпы суды үнемдеу жаңалық техникаларды пайдалана отырып, Құдай қаласа, биылғы жылдың егін мерзімінің нәтижесімен өткен жылғыдай жақсы нәтижеге қол жеткіземіз бе деген сеніміміз бар. Бірақ ең маңызды бұл жұмыстың ішінде менің жерлестердің бәрі түсініп отырғаны, шынымен де бұл
егіннің нәтижесі біздің жалғыз бір тұрғынға ғана емес, жалпы аудан деңгейіне өте өзекті. Оның ішінде экономиканың өсуі, дамуы бар, одан бөлек тұрғындардың жалпы әл-ауқатын жақсартуға. Сондай жұмыстар ұйымдастырылып келеді. Келесі жылда, биылғы жылы да, Құдай қаласа, дәл сол бағытта жұмыстарды жалғастырамыз деген ойымыз бар. Иә, жоспарларыңыз жемісті жүзеге асып, лайым жоғары көрсеткіштерге жетуге тілектеспіз, Жандос Еркінбекұлы. Енді еліміз үшін, өңіріміз үшін ең маңызды салалардың бірі шағын және орта кәсіпкерлік. Оны өзіңіз білесіз. Бұл шағын және орта кәсіпкерлік ел экономикасының тірегі, жасырын емес. Олар көбейетін болса, салық артады, өндірілетін өнімнің көлемі де өседі. Дәл осы тұста аудандағы кәсіпкерлік саласының даму динамикасы қандай болып отыр? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Бүгінгі күні мынау ағымдағы жылдың 1 ақпанына дайындаған ақпаратқа сәйкес аудан аумағында жалпы 3200-ден астам кәсіпкерлік субъекттер бар тіркелген. Оның ішінде нақты белсенді жұмыс жасап отырған 3063 кәсіпкерлік субъект бар. Сол кәсіпкерлік субъекті ең бірінші біздің мәселеміз жерлестеріміздің тарапынан 5000-ға жуық адамдар сол жерде тұрақты жұмыспен қамтылған. Ең біріншісі. Екінші мәселесі енді жасап отырған кәсібінің нәтижесінде өзінің көріп отырған пайдасы болсын кәсіпкердің, сосын одан бөлек заңның аясында мемлекет тарапынан жаңа салық ретінде төленетін төлемдері бар. Соның арқасында біз жаңа бірінші сұрағыңызға мен жауап берген кезде айттым, аудан бюджетінің өз кірістерін жақсы жоғары деңгейге көтеріп жатырық деп. Оның бір жақсы несі бар. Енді ол кәсіпті жалпы жүргізіп отырып, оны ары қарай дамыту бағытында нәтижесінде жақсы пайда көру үшін мемлекет тарапынан жақсы шаралар ұйымдастырылып жатыр. Олардың ішінде мынау мемлекет тарапынан бөлінетін жобаларды жүзеге асыруға жеңілдетілген кредиттер бар. Ол екінші деңгейлік банктер болсын, агробизнес корпорациялары болсын. Соның ішінде жалпы енді бір сөзбен айтқанда 2025 жылы бізге 60 жобаға 1 миллиардтан астам қаражат ерге келді. Соның ішіндегі біздің ауданымыз үшін менің ойымша ең маңыздысы қайтарымсыз грант деген бар. 1,5 миллиардқа жуық қаражат қайтарымсыз грантқа беріледі. Ол үшін бұған біздің жерлестеріміз жаңадан өзінің бизнес идеяларын жүзеге асыруға мүмкіндіктер ашылады. Одан бөлек жасап отырған кәсібін ары қарай дамыту бағытында жұмыстар жасалып отырады. Енді жыл көлемінде кәсіпкердің тарапынан ұсыныс болып, өзінің бизнес идеясын жүзеге асырам деп кәсіпкерлік бөліміне жүгінген жағдайда ары қарай сол бизнес жоспарын ары қарай жылжыту бағытында сол саланың жетекшілік жасайтын орынбасар тікелей бақылауда ұстап отырады. Сосын аудан аумағында жалпы елдің жақсы нәтижеге қол жеткізген кәсіпкерлердің тарапынан, ақсақалдардың тарапынан жаңағыдай өзінің комиссиясы құрылған. Қарап отырып жаңағыдай нақты. Кәсіпкерлік саласы дамып, кәсіпкерлік саласы жақсы нәтижеге қол жеткізген кезде ең маңыздысы бізге ол жаңадан жұмыс орындары ашылады. Енді Қармақшы ауданындағы өзекті мәселелердің бірі бұл жұмыссыздық мәселе. Оны өздеріңіз білесіздер, ол ешкімге құпия емес. Жылдың көлемінде біз енді 2,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары ашқанымен де халық қазіргі таңда енді көзі ашық қой, бәрін біледі. Интернет ресурстары бар, телевидение бар, газеттер бар. Содан бәрін көріп отырып, соответственно, жұмыссыздық ретінде тіркелетін адамдардың саны да жылдан жылға көбейіп бара жатыр. Сол себептен біз енді динамика ұстап отырық, бірақ дегенмен де бұл мәселе әлі өзекті. Құдай қаласа, өзіміз жоспарымызға сәйкес 2,5-3 жылдың көлемінде жұмыссыздық мәселені жақсы бір көрсеткішке дейін жеткіземіз ба деген ойымыз бар. Биылғы жылы Құдай қаласа бізде осы кәсіпкерлік салада 2 үлкен жобаны жүзеге асырамыз деп отырып, нәтижесінде 80-нен астам жаңадан жұмыс орындары ашылатын. Енді бұл жобаларға мен нақты тереңдетіп айтпай қояйын, себебі жаңағыдай осы сөз бар ғой, не бежать вперед паровоза деген сияқты. Құдай қаласа жақсы нәтиже болған кезде міндетті түрде біз жаңағыдай жасаған жұмыстың ақпаратын айтуға дайын боламыз. Бірақ әлі ол мәселе піскен жоқ, Құдай қаласа. Екі үлкен жобамыз бар. Қазіргі таңда ауданға қарасты жұмыстардың бәрі жасалды, берілетін жері берілді. Одан бөлек сопровождать ететін азаматтар да бекітіліп, тиісті құжаттардың бәрін рәсімдеп, қазіргі таңда енді облыстағы облыс деңгейіндегі комиссияның нәтижесімен Құдай қаласа 10 шешім алып отырса, оларды да жүзеге асырамыз ба деген ойымыз бар. Түсінікті. Жандос Еркінбекұлы, расымен де кәсіпкерлік саласы дамитын болса, өзіңіз айтқандай жаңа жұмыс орындарының ашылуына, салық базасының көбеюіне едәуір әсер етеді ғой. Кәсіпкерлік саласының дамуы үшін тағы да тың идеялар керек.
кәсіпкерлер қалай дамытқысы келеді, ол бөлісіп отыратын болса, жергілікті билікпен бірге жұмыс істейтін болса, сіз айтқандай көмек көрсететін, ақыл қосатын жалпы мамандар жоқ емес, бар. Енді біздің тәуелсіздік алғанымызға бұйырса 35 жыл толады желтоқсанда. Дәл осы бір егемендік жылдарында білімді ұрпақ аз болған жоқ. Дәл осындай білімді ұрпақ елдің болашағы дейміз. Өзіме белгілі бір ақпарат, соңғы жылдары ұлттық бірыңғай тестілеуден аудан жоғары нәтижеге қол жеткізіп жүр. Дәл осындай жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін бірінші кезекте оқушылар заманауи талаптарға сай, қажетті құрал жабдықтармен жабдықталған мектептерде білім алулары керек. Және де ұстаздардың да білімі жетіліп отыру керек. Білім саласындағы жетістіктерге бір тоқталып өтсеңіз, қандай жетістіктерді мақтанып тұрып айта аламыз? Дұрыс айтасыз, жалпы білім саласы мына еліміздің болашағы үшін өте маңызды рөл ойнайды. Оны жаңа өзіңіз айтып отырсыз, артымызда өсіп жатқан ұрпаққа ең маңызды дұрыс бағыттағы білім беру, дұрыс бағыттағы тәрбие беру, сол жұмыстармен. Енді жалпы Қармақшы ауданының білім бөлімінің жасаған жұмысының нәтижесінде біз соңғы 3 жылдың көлемінде облыс деңгейінде жоғары орында көрдік келе жатырмыз. 2025 жылдың оқу жылына тоқтайтын болсақ, жалпы 15 мыңға жуық бала білім алды. Енді мен қазір нақты 14.876 бала ма сондай білім алды. Соның ішінде 766 бала мектеп бітірді. Мектеп бітірген балалардың 90%-нан астамы 649 бала деймін. Ұлттық бірыңғай тестке қатысты. Тестке қатысқан балалардың арасынан 100-ден астам бала 100 және 100-ден жоғары балға қол жеткізді. Одан бөлек облыс деңгейіндегі бүкіл нәтижені қосқан кезде біздің Қармақшы ауданымыздағы 2 баламыз ең жоғары балға қол жеткізді. Ұлттық бірыңғай тест нәтижесімен 138 балды алды. Ол біз үшін жақсы бір демеу болды, жақсы бір күш берді, жаңа мотивация деп айтамыз. Жасаған жұмыстардың нәтижесінде осылардың қорытындысымен біздің білім бөліміміз тағы да 2025 жылдың оқу жылының қорытындысымен жоғары орындарда жақсы нәтиже көрсетті. Енді мемлекет тарапынан, жергілікті атқарушы органдардың тарапынан білім саласын ары қарай дамыту бағытындағы жұмыстарға тоқтайтын болсақ, биылғы жылы біз бір мектеп пен бір балабақшаны күрделі жөндеу жұмыстарын жасадық. Облыстық бюджет қаражат есебінен қаражаттар бөлініп, одан бөлек мынау мектептің ауласында орналасқан спортивный площадкалар деп айтылады ғой. Спорт алаңдары. Спорт алаңдары. Соларды жаңартып бердік. Сосын бір жақсы бір немістің бірі мына Байқоңыр қаласында 277-ші орта мектепте Қазақстан халқына қорының қолдауымен 250 миллионға жуық қаражат бөлініп, сол қаражатқа жаңағы 277-ші мектептің 34 кабинеті жаңартылды. Заман талабына сәйкес қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етіп, қажетті жаңағыдай новый оборудование беріп, енді бұл жұмыстар биылғы жылы да Құдай қаласа өз жалғасын табады деп отырмыз. Енді аудан орталығындағы мектептерге келетін болсақ, мынау мысалға мен өзім оқыған 250-ші мектепте мысалға. Өткен аптада жоқ, осы аптаның басында біз заң мен тәртіп аясында үлкен жиналыс өткіздік. Ол жерде де заман талабына сәйкес қаншама жаңағыдай қазір робототехника деген пән шықты ғой соңғы жылдары. Соның нәтижелерін көріп шығып қарап отырдық. Біздің өзіміздің ауылдың балдары, өздерінің қазіргі балдар енді өткен немен салыстырмайсың, олардың көзқарастары да бөлек. Сосын жаңағыдай жақсы бір нәтижелер көрсетіп отыр. Жаңағыдай неше түрлі робототехниканың нелері бар, одан бөлек мынау жақсы жалпы тігін бар, басқасы бар нелер жұмыстармен. Енді білім саласын қолдау, ол жалғыз аудан әкімі болсын, я болмаса лауазымды тұлғаның міндеті, сол әр азаматтың міндеті деп ойлаймын. Ата-ана ретінде, жалпы осы ауданның тұрғыны ретінде, жанашыр ретінде. Себебі біздің қазіргі таңда міндетіміз, жасап отырық қой, енді біз айтамыз, бюджетіміз осындай болды, ол бюджетке осындай жұмыстар жасап жатырық, ананы салдық, тротуар төседік, асфальт төседік, андай мекеме аштық. Оның бәрі біздің артымызда жақсы, білімді, бәсекеге дайын, өзінің ойын жазбаша да, ауызша да, қазақша, орыс тілінде, басқа тілдерінде жеткізетін ұрпақты тәрбиелемесек, оның бәрі керек емес ешкімге. Сол себептен әр азаматтың бірінші мақсаты ол өзінің баласы жақсы білім алып, жақсы тәрбие алып. Қазақта бір сөз бар ғой, ата-ана баласын жақсы болған
талап не істейді, қоғам білімді баланы қажет етеді деп. Сол сияқты білімді де бәсекеге дайында, өзінің ойында дұрыс жақсы тәрбие алып, үлкен кісілерді құрметтейтін балдарды, сондай ұрпақты тәрбиелеу, ол біздің ең бірінші мақсатымыз. Сол мақсатқа біз қол жету бағытында аймақ басшысының бастамасымен аудан орталығында 2025 жыл руханият орталығының құрылыстары бітті. Оны білесіздер. Әр ауданда сондай құрылыс бітті. Соның ішінде бізде бір жақсы мүмкіндігіміз болды. Жастар орталығы мен ардагерлер кеңесі орталығы, аналар кеңесі орталығы. Жалпы біраз мемлекет емес ұйымдар соның ішінде ұйымдасқан. Сол себептен ақсақалдарды да мына жастарды тәрбиелеуге жақсы мүмкіндіктер бар. Тартуға, бір жиналыстар, шаралар өткізуге жақсы бір демеу болады. Өзімде мен мысалға енді өзім жұмыс кестеме сәйкес балалармен, оқушылармен көп кездесуге тырысамын. Енді айына бір рет, я болмаса 3-4 айда бір рет, мен айтпай ақ қояйын, енді кемінде жылына бір рет кездесуге тырысамыз. Себебі балдардың ойын, сосын жаңағыдай мынау ұлттық бірыңғайлық тесттің алдында, оқу жылының аяғында бір шамалы мотивация ретінде беріп, не істеп, ол да бір өзінің бір несін серпін беріп отыр деп ойлаймын. Былай айтқанда енді жаңа айтып отырмын ғой, ол жалғыз бір адамның біз әр азаматтың міндеті болу керек, басты міндеті, қоғамның міндеті. Сол себептен білім саласын біз осы күнге дейін қолдап келдік, құрметтеп келдік. Алдағы уақытта дәл осы жұмыстар жалғасын табатын болады. Сосын жалпы олардың бәрін былай не істеген кезде мен өзім де сол ұстаздар әулетінен шыққанмын, оны өздеріңіз білесіздер. Үнемі мен жүрген кезде айтамын, мен Мәкем күліп айтады ғой, бәрі мұғалім, жалғыз сен бе, мен екеуміз ғана мұғалім емеспіз деп. Сол сияқты мұғалімнің жұмысы өте қиын, өте маңызды. Сол себептен біз әрқашанда ол еңбекті құрметтеп, ол еңбектің орны бізде бөлек екенін әрқашанда айқындап отырамыз. Расымен Жандос Еркінбекұлы, білімді ұрпақ тәрбиелеу бірінші кезекте ол ұстаздың міндеті, бірақ тәрбиелі баланың егемен елде өмір сүруі, жасауы бұл қоғамның міндеті. Бірінші кезекте ата-ананың қоғамда араласуға құқығы бар. Өйткені дәл осы қоғамда өмір сүріп, дәл осы қоғаммен бірге күн кешетін болғаннан кейін оның тәрбиелі болуы, инабаттық, ибалы болуы бұл қоғамның мойнындағы міндет деп еркін түрде айта аламыз. Енді бір маңызды сала, денсаулық сақтау саласы. Өзіңізге белгілі облыс әкімі аймаққа басшы болып келгелі осы денсаулық сақтау саласына баса назар аударды. Облыстың барлық аудандарының ауылдарында дәрігерлік амбулаториялар ашылды, медициналық мекемелер ашылды. Дәл осы бастама арқылы ауыл халқының денсаулығын жақсартуға үлкен мүмкіндік туды деп айта аламыз. Ал Қармақшы ауданындағы қарқын қандай медицина саласындағы? Енді денсаулық сақтау саласына тоқтайтын болсақ, өздеріңізге белгілі, соңғы жылдары аймақ басшысының бастамасымен, сол кісінің тікелей өзінің араласуымен осы мәселеге облыс деңгейінде біраз медицина саласының жаңадан ғимараттар салынды. Оның ішінде біздің ауданымызда 3 медициналық амбулатория салынды, одан бөлек 2 жаңа медициналық фельдшерский пункттар салынды. Кәдімгі заман талабына сәйкес қажетті құрал жабдықтармен қамтылған. Ол жерде жақсы бір көңіл күймен кіріп, обстановкада ол жақсы әсер етеді ғой. Сол жерде білімді дәрігерлеріміз бар, жұмыс жасайтын. Одан бөлек биылғы жылы 25 жылды біз аймақ басшысының қолдауымен облыстық бюджет қаражаты есебінен 200 миллионнан астам қаражат бөліп, аудан орталығында орналасқан ауруханаға қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз еттік. Ол жерде жаңағыдай КТ аппараттары бар, новый заман талабына сәйкес рентген түсіретін аппараттар бар, операционный столдар бар, басқа да бар. Солардың бәрі қазіргі толығымен сатып алынып, больница қамтылып отыр, елге қызмет жасап. Одан бөлек бізде ауданымыздың аумағымызда Байқоңыр қаласы орналасқан, оны білесіздер. Байқоңыр қаласында орналасқан көпбейінді ауруханаға 30 миллионға жуық қаражат бөлініп, ол жерге де қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз еттік. Жақсы нәтижесін беріп отыр. Қазіргі таңда денсаулық ең маңызды денсаулық қой. Сол себептен денсаулық бізде әрқашанда оның орны бөлек, қолымыздан келгенше оларды қамтамасыз ету. Енді денсаулық саласы да, білім саласы да олар деген қаражатпен қамтамасыз ету жұмыстары облысқа қарасты ғой. Бірақ дегенмен де ол ауруханаларда біздің жерлестеріміз қызмет алады. Сол себептен біз
оны ол облысқа қарайды деп біз быластырып тастап отыра алмаймыз. Кеше соңғы 3 жылдың көлемінде қаншама жаңа медициналық жаңа тасымалдайтын скорый помощь техникалар табысталды. Одан бөлек біз 23 жылы республика бюджетінен тиісті қаражаттар бөлініп, аудандық аурухананың күрделі жөндеу жұмыстарын жасадық. Сыртқы келбетін, сыртын, жаңағы шатырын бәрін қалпына келтіріп, енді бүгінгі күні жобалық сметалық құжаттамаларымыз дайын. Қазіргі таңда сол саланы жетекші жасайтын орынбасарларым басқармамен жұмыс жасап жатыр. Тиісті қаражаттар көздерін тарту бағытында. Енді кезекте сол больницаның ішіндегі жаңа канализациясын ауыстыруға. Отоплениясы бар, канализациясы бар. Солардың бәрін ауыстырып болғаннан кейін ары қарай уже ішіне заман талабына сәйкес қажетті мебелі болсын, жаңағы қажетті нелермен бәрімен қамтамасыз етіп, ішіне де капиталь ремонт жасап, 2026 жылы канализациясын не істесек, отопительный системасы бар, канализационный системасын жаңартсақ, 2027 жылы жалпы ішін жасап, Құдай қаласа қазіргі талаптарға сәйкес жақсы ғимаратқа ие боламыз ба деген ойымыз бар. Аманшылық болса. Енді денсаулық сақтау саласында бірақ қана мәселе бар, бізде мына дәрігерлердің шамалы жетіспеушілігі. Ол енді әрдәуір ондай проблема емес, бірақ дегенмен де қажеттілік бар ғой. Қажеттілік бар. Біз енді өз тарапымыздан аудандық бюджет қаражаты есебінен үйлермен қамтамасыз ету бағытында тиісті жұмыстар ұйымдастырылады. Сосын мынау еліміздің президентінің бастамасымен жақсы бағдарлама бар, дипломмен ауылға деген бағдарлама. Соны пайдалана отырып, біз енді қолымыздан келгенше жас денсаулық сақтау саласының мамандарын алып қалуға тырысып жатырмыз. Бұл жұмыстар міндетті түрде алдағы уақытта өз жалғасын табатын болады. Ол да бір жақсы бір нәтиже болады дегендей. Расымен де өзіңіз айтқандай денсаулық сақтау саласы мен білім саласы облысқа бағынышты болғанмен, аудандағы халықтың әл-ауқатының әлеуетті болуы аудан басшысынан сұралатын дүние ғой. Бұл екі салада да осы ауданның, осы жергілікті жердің халқы еңбек етіп жатқанда, білім алып жатқанда, емделіп жатқанда. Расымен өздеріңіз қадағалап, қажетті құрал жабдықтың көлемін айтып, қажетті қаражаттың сомасын айтпасаңыздар, айдаладағы ағайын қайдан білсін дегендей, дәл осы мәселе. Дұрыс. Жандос Еркінбекұлы, өзіңізге белгілі, енді өзіңіз осы жердің тумасысыз, осы жерде әкім қызметіндесіз. Қарбақшы ауданы білегімен белі мықты балуандардың мекені. Бұл жерден әлем, Азия чемпиондары шықты. Алдағы уақытта сол бір чемпиондардың ізбасарлары Олимп шыңын бағындырсан деген бізде де бір үлкен үміт бар. Дәл сондай жетістікке жету үшін жас спортшыларға қандай жағдай жасап жатырсыздар? Енді спорт саласы біздің ауданымыз үшін маңызды саланың бірі. Өздеріңіз білесіздер, жаңа біз елдің ақсақ аузында жүрген әңгіме ғой. Енді Қармақшы ауданында күріш бар, сосын жаңа жыршыларымыз бар, біз әрдайым мақтанатын, сосын күресетін балдарымыз бар. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жақсы демеу жұмыстар ұйымдастырылып жатыр, мақсатында бұқаралық спортты ары қарай дамыту бағытында. Соңғы 3 жылдың көлемінде біз аудан орталығында жалпы құны 500 миллион теңгеден астам қаражатқа жеткен современный стильмен салынған бір спорт кешенінің құрылысын толығымен аяқтадық. Ары қарай 2024 жылы 3-ші интернационал мен дрон қарауылдық округта дәл сондай үлкен 2 спорт кешенінің құрылысын аяқтап иелігілігін табыстадық. Кеше 25 жылдың басында наурыз айында Ақай ауылдық округында спорт кешенінің құрылысын аяқтадық. Одан бөлек аудандық бюджет қаражаты есебінен бізде халықтың аузында ескі фок деп айтамыз, жаңадан фок ашылғасын, ескі фок деп айтамыз. Сол фокқа күрделі жөндеу жұмыстарын жасауға тиісті қаражаттар бөліп бердік. Қазіргі таңда біз жоспарға сәйкес келесі апта ауданымызда сессия өтеді. Сол сессияда тағы да қаражат қойып жатыр, бұл жерге қажетті спортивный инвентарьмен қамтамасыз ету бағытында. Енді одан бөлек жалпы сол спорт саланы жетекшілік жасайтын орынбасардың тарапынан ұсыныстар өте көп. Қазіргі таңда қазақ ұлттық спорттарды дамыту бағытында, одан бөлек біздің өзіміздің облысымыздағы кішігірім олимпиадамыз бар, алтын дән деп айтылатын, оны өзіңіз білесіздер. Соған дайындық жұмыстарына тиісті қаражаттар заң жүзіне сәйкес. Енді қаражат жеде бермейсің ғой. Адам, мекеме басшысы өзінің ұсынысымен келеді, бюджетті заявкасын. Сосын ол бюджетті заявканы сол жердегі комиссияның құрамына, оны мен өзім төрағалық етемін, дәлелдеп беру керек қажеттілігін. Мысалға, садақ
мен не үшін деймін ғой ол садақ. Бұл садақтың бағасы да қымбат кәдімгідей. Сөйтсек, оказывается, ол садақта біздің ауданымыз рейтингінде өте садақтың жарысы да өте жақсы бір демеу бір үлесін қосады екен. Сондай сияқты мәселелер өте көп. Одан бөлек мынау енді основной біздің брендіміз күрес қой енді. Иә. Күрестен бөлек қаншама бізде мынау бала барыстар бар, қаншама барыстар бар бізден шығып жатқан. Жалпы күрес бағытында әлем, Азия чемпионаттарында біздің кішкентай ғана ауданымыздың атын шығарып, сол балдардың жасаған еңбегінің нәтижесінде әлем аренасында біздің көк туымыз көтеріліп, Қазақстан, Қызылорда, Қармақшы деген елдеріміздің аттары шыққан. Ол үшін біз үшін жақсы мотивация ретінде. Біз бұны жалғыз спорт саласында емес, мынау жалпы артымызда өтіп жатқан ұрпақты тәрбие бағытында пайдаланамыз. Мысалға алғанда, мынау біздің жерлесіміз бар, осы ауылдың баласы Сәулебеков Ерасыл деген. Өткен жылдың көлемінде әлем чемпионатында қола жүлдегері болды. Азия чемпионатында Азия чемпионы атанып келді. Сол баланы біз мысалға жақсы пайдаланамыз тәрбие жұмыстарға. Балдардың арасында енді көбісі құқықбұзушылықтар сол 10-11 класстың уақыты ғой енді. Сол 10-11 класстың жоғары сынып оқушылар деп айтамыз ғой енді. Солармен тәрбие жұмыс жасаған кезде соларды сол Ерасылды бар. Жалпы Ерасыл сияқты азаматтар балдар бізде көп елімізде. Легкий атлетикадан жақсы нәтижеге қол жеткізген балдар бар. Бокстан жақсы нәтижеге қол жеткізген балдар бар. Сосын мынау осы елде туып өскен, осы елге қызметі сіңген спорт саласында азаматтар бар бізде. Солардың аттарына қазіргі таңда жаңағыдай турнирлар ұйымдастыру жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Мысалға мына бізде ең бірінші турнир, Құдай қаласа, жаңа Серікбаев, Әділбек Серікбаев деген ағамыз болған, марқұм. Сол кісінің атына биылғы жылы республикалық турнир ұйымдастырып жатырық. Құдай қаласа, ол да басқармамен жұмыс жасап жатыр, тиісті саламен. Құдай қаласа, оны да үлкен жоғары деңгейде өткіземіз бе деген жоспарымыз бар. Негізі жаңағы айтқан 3 брендті біз қолдау, оларға жаңағыдай тиісті қаражаттар беру мүмкіндікке байланысты. Әрқашанда дайынбыз. Оның ішінде сол спорт саласы да біз үшін маңызды. Мемлекет тарапы әрқашанда дайын. Главное, адамда желание болу керек. Желание болатын болса, ары қарай біз қолдап, жұмыстарды жасауға дайынбыз әрқашанда. Өз жерлестеріміз Мақсат Исағабылов пен Еламан Ерғалиевтердің өзі жастардың арасында абыройы бар тұлғалар. Енді олардың жеткен жетістігінің өзі кейінгі жас ұрпаққа өте үлкен үлгі, мотивация, сондай бір жетістікке жеткісі келеді. Дәл осы жолда жас спортшыларға және де бұқаралық спортпен айналысам деген жастарға жасап жатқан қолдауларыңыз көңіл қуантарлық. Әрі қарайғы жоспарларда жемісті болсын дейміз. Өзіңіз 3 брендті атап өттіңіз. Күріш, жырау, жыраулық өнер, күрес. Осы бір жыраулық өнерге тоқтайықшы. Белгілісі, мәдениетсіз жер бетінде ел жоқ. Бізге ерсі болып көрінгенмен, өзгелерге ол әкеден балаға жалғасып келе жатқан ұлы өнер түрлері бар. Біздегі ұлы өнер жыраулық мектеп. Жыраулар үйі бар екенде белгілі. Жалпы мәдениет саласына ден қою, мәдениет саласын дамыту, мәдениет саласындағы қызметкерлердің жоғын түгендеу қалай қолға алынып жатыр, жұмыс қалай жүргізіліп жатыр? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Енді жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз ғой, мәдениетсіз ел жоқ деп. Дұрыс айттыңыз ғой. Мәдениеттің орнында біз үшін ерекше, оның ішінде мынау жырауымыз, оның орны әдеуір бөлек ерекше. Шынымен де елімізде бізде мынау Тұрмағамбет ауылдық округында, Тұрмағамбет ағамыздың атына қойылған ауылдық округтан жалпы 100 жырау шыққан жерде соны атаймыз ғой. Одан бөлек мынау аудан орталығында бізде жыраулар үйі қалыптасқан. Жыраулар үйінің өзінің жаңа бөлек басшысы бар, коллективі бар, жақсы жұмыс жасап, жақсы нәтиже көрсететін. Жалпы мәдениет саласын дамыту бағытында бөлек мен идеология бойынша орынбасарымда менімен бекітілген жоспарымыз бар. Сол жоспарға сәйкес тиісті жұмыстар ұйымдастырылып келеді. Биылғы жылы мемлекет тарапынан қолдау ретінде сол мәдениет саласын дамыту бағытында биылғы жылы 26 жылды жоспарлап отыр. Аудан орталығындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу жұмыстарын жасауға. Құдай қаласа қазір жобалық смета құжаттамасын әзірлеу жұмыстары жүріп жатыр. Қысқа мерзімден анықталып, экспертизадан оның шешімін алсақ, ол жұмыстарға да кірісіп кетеміз.
Өткен жылы мысалға аудан орталығы болсын, жалпы ауылдық округ болсын, сол жердегі жаңа мәдениет үйлерінде, жаңа нелер клуб үйлерінде ұйымдастыратын шараларды өз деңгейінде, жоғары деңгейде әдемі болып ұйымдастыру мақсатында біз 60 миллионнан астам қаражат аудандық бюджеттен бөліп, қазіргі таңда аудан аумағында орналасқан мәдениет үйлеріне, клуб үйлеріне жаңағыдай қажетті современный аппаратуралар бар, жаңағыдай LED экрандар бар, солармен қамтамасыз ету жұмыстар жасалды. Бүгінгі күні толығымен қамтамасыз етіп отыр. Қазіргі таңда мысалға мынау Мәулевек ауылында бір шара болатын болса, Мәулевек ауылының әкімі аудандық мәдениет үйінің басшысына өтініш айтып, содан аппаратура сұрап, сояққа апарып орнатсын. Ол қаншама расход, қаншама уақыт. Сол себептен қауіпсіздік мәселелері бар, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда ондай проблема бізде жоқ. Жалпы мәдениет саласын ары қарай дамыту бағытында біздің өзіміздің жоспарға сәйкес бекітілген шаралар бар. Сол шаралар кезең-кезеңмен өз кестесіне сәйкес жүріп жатыр. Нәтижесін өздеріңіздер көріп отырсыздар. Мысалға, өткен жылы облыс орталығында үлкен аймақ басшысының бастамасымен жаңағыдай өнерпаздардың сайысы болды ғой. Қызылорда қаласы Астана болғанына 100 жылға арналған. Сол жерде біздің өнерпаздарымыз жақсы нәтиже көрсетіп, бірінші орынға иеленді. Ол да біз үшін мысалға жақсы жетістік. Шет мемлекеттерде болып жатқан мәдени шаралар, республика деңгейінде болып жатқан мәдени шараларға біздің ауданның өнерпаздары міндетті түрде қатысып не істейді. Шетте қалып жатқан жоқ. Шетте қалып жатқан несі жоқ. Енді Құдай қаласа біз ертең ақпанның 25-інде бекітіп отырық. Аманшылық болса, облыс орталығында жаңағыдай үлкен жоғары деңгейде Алмас Алматовтың ағамыздың 70 жылдық тойын жақсы ұйымдастырып, шараға өткіземіз. Енді ол кісінің еңбегінің нәтижесінде біздің кішкентай ғана ауданымыздың аты еліміздің түкпір-түкпірінде атанып, әлем аренасында да атанып, сондай жақсы бір не болғасын, біз енді оны без внимания қалдыра алмаймыз. Сол себептен осы жерде елдің ақсақалдары бар, ақылдасып отырып, бір мәмілеге келіп, аудандық бюджеттен тиісті қаражаттарын бөліп беріп, жоғары деңгейде шара өткіземіз деген жоспарымыз бар, Құдай қаласа. Оған мәдениет басқармасының тарапынан да көмектер көрсетіліп жатыр, жігіттер араласып. Құдай қаласа енді 25 ақпан күні сол шараны аман-есен өткіземіз деген ойымыз бар. Ары қарай да жалпы біздің ауылдан шыққан азаматтар өте көп. Кезең-кезеңмен оларда енді без внимания қалмайды. Қажеттілігіне байланысты бұл шараларды да ұйымдастырамыз. Мәдениет саласы міндетті түрде даму керек. Бір орында тұрмау керек. Сол себептен біз қолымыздан келгенше жұмыстар атқарып жатырмыз. Құдай қаласа сол. Абыроймен атқарып шығуларыңызға тілектеспіз. Расымен де Алмас Алматов деген тау тұлғаның қазақ өнерінің жалғыз сыр бойының емес, қазақ өнерінің дамуына, оның шарықтау, шың биігіне шығуына қосқан үлесі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қазіргі таңда көзі тірі айтатын, сөзі ірі азамат ретінде бұндай құрмет көрсету аудан басшылығы үшін де, ізінен ерген інілері үшін де бір үлкен міндет секілді. Осы үлкен міндет екенін өздеріңіз ішкі түйсікпен жақсы сезініп, өздеріңізге жалпы парыз етіп алып отқандарыңыз бір қуантарлық нәрсе. Расымен де бір азаматтың өнерінің өрге жүзуіне сеп болған елден шыққан басшылардың мән бермей қалдырмауы бұл қуантарлық жағдай. Кейбір кезде енді көзімізді көріп, құлағымызда естіп жатады. Өнерге еңбегі сіңген азаматтардың өзі жергілікті билікті жағалай жүріп, мен осыншаға толатын едім, осыны бір ұмытып кетпедіңіздер ме дегендерде жағдайлар кездеседі. Бұндай біздің ауданда болмағанына қуанамыз. Мен осы сөзді толтырып жіберейін. Жалпы бізде өзіміздің кестеміз бар. Бірінші кестеміз жаңа аудан аумағындағы орналасқан басшылық құрамның туылған күндері. Мен жеке өзім мекеме басшысы болсын, бөлім басшысы болсын, мүмкіндігіме уақытыма байланысты жеке өзім звондап құттықтауға тырысам. Енді ол да бір аудан әкімі жайдан-жай ешкімге звондамайды ғой, мысалға. Туған күнімен құттықтап, жаңағыдай жақсы лебіздерімді айтқаннан кейін, ол да бір жақсы бір мотивация ретінде болады деген ойымыз бар. Сосын мынау елден шыққан, сыртта қызмет жасап жүрген, жаңағыдай кәсіп болсын, мемлекеттік қызмет болсын, басқа бағытта жұмыс жасап жүрген азаматтар, оларда әр келген сайын мүмкіндіктері бар.
мүмкіндіктері бар азаматтар жаңағы қолдау көрсетеді демеушілік есебінен. Мысалға премьерге алсақ, жылда бізде ауданымызда мектеп бітірушілер жиналады. 20 жылдық, 10 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық деген сияқты. Соларға жиналған кезде оларға да бір пища для размышления беріп жібереміз де, бізге мынандай бір ойын алаң керек еді деген сияқты, болмаса мына ойын алаңды ремонттап беру керек деген сияқты. Сосын енді оларда мүмкіндіктеріне байланысты қаражаттар жинап па, кенттің әкімімен тиісті жұмыстар жасап, әр мектеп бітірген жыл тойлатып жатқан міндетті түрде өзінің бір ескерткішін қалдырады. Есте қалады. Сосын мынау бұл мәселені біз тікелей бақылауда ұстап отырамыз деген бұл, мынау туған күндеріне қатысты жалпы көп адамдар келеді. Мен осындай жетістіктерім бар, мен мынандай нелерім бар, бірақ сырттан келгендер. Мен осындай концерт жасап бергім келеді, не істегім келеді деп, енді концерт жасаған менде адамды залды толтырып бересіздер ма деген өтініштер айтады, ол жасыратын ештеңе жоқ. Дегенмен де енді мәдениет саласын қолдау, оның ішінде есіл жаңағы азаматымыз осы қармақшының тумасы болатын болса, біз міндетті түрде қолымыздан келген жұмыстарды ұйымдастырып қолдау көрсетуге дайынбыз. Әрине дұрыс. Енді халықтың арасында сөз көп қой. Кейінгі жылдары бір пайда болғаны, газ келді дегенше жаз келді десейші дейді. Қоятын сұрағымда белгілі болып отырған шығар өзіңізге. Дрон-Қара ауылдық округіне жылдың аяғында көгілдір отын кіргізілді. Жалпы қазіргі кезде аудан орталығы толықтай көгілдір отынмен қамтамасыз етілген. Дрон-Қара ауылдық округы көгілдір отынмен қамтамасыз етілді. Қанша қаражат жұмсалды дәл осы жұмыстың жүйелі жүзеге асу үшін, және де Дрон-Қара ауылдық округінде орналасқан автоматты қондырғы арқылы қанша ауыл алдағы уақытта көгілдір отынмен қамтамасыз етілетін болады? Енді көгілдір отынға тоқтайтын болсақ, жалпы газ біздің ауданымызға 2021 жылы келді. 21 жылы бірінші аудан орталығы, яғни Жусалы кенті газбен қамтылу жұмыстары жасалды. Одан кейін 2023 жылдан бастап біз Төретам кенті мен Ақай ауылдық округін газға қостық. Биылғы жыл енді мынау біраз уақыттан бері шешім таппай келатқан жоба, аймақ басшысының тікелей өзінің араласуымен, сол кісінің ерекше қолдауының арқасында бұл жоба жүзеге асты. Жалпы Жусалы кентінен Дрон-Қара ауылдық округына газ жүйесін тарту жұмыстарына бұл жобаны жүзеге асыруға 7 бекітілген мерзімде толығымен жұмыстарды жасап, кеше қараша айында, 2025 жыл қараша айында, қазан айының аяғында салтанатты түрде газды, көгілдір отынды пайдалануға халыққа мүмкіндік бердік. Ендігі кезекте мынау сол газопровод жүріп жатқан жолымен 80 шақырым жерге газопровод тарттық. Бір жағына, 10 жағына да, сол жағына да, екі жағында елді мекендер бар. Біреуі Еркөл ауылдық округі, біреуі Төребай би ауылдық округі. Соларға біз былтыр аудандық бюджет қаражат есебінен жобалық сметалық құжаттамасын әзірленген болатынбыз. Биылғы жылы енді тиісті қаражаттар елге келді. Конкурстың нәтижесінде мейгер мекемесі де анықталып отыр. Енді мынау Құдай қаласа ауа райы мүмкіндік берген кезде күн жылып, жер еріген бастап құрылыс жұмыстарын бастап кетеміз деп. Одан бөлек мынау 3-ші интернационал ауылдық округында орналасқан болашақ шаруашылық бар. Жақсы егін егіп, жақсы демеушілік жұмыстармен айналысатын. Сол шаруашылықтың төрағасының тарапынан ұсыныс түсті. Демеушілік есебімен Дрон-Қарадан 3-ші интернационалға дейін жобасымен дайындап берейін деп. Сонымен қазіргі таңда демеушілік есебінен жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу жұмыстары жүріп жатыр. Оның ішінде бірінші этап газопровод третьяға дейін апару, екінші этап газопроводтың басынан третий интернационалдың ішінде тұрғын үйлердің алдына дейін газ жүйесін апару жұмыстары. Енді биылғы жылдың бірінші жартыжылдығының аяғына дейін толығымен құжаттар рәсімделіп, экспертизадан оны шешім алсақ, бұл жұмыстарға да Құдай қаласа кірісіп кетеміз деген жоспарымыз бар. Негізі менің өзім жоспарыма сәйкес 2026 жылдың қорытындысымен Төребай би, Еркөл және 3-ші интернационал ауылдық округін газ жүйесіне қосамыз ба деген ойымыз бар. Үш бірдей ауылдық округ. Одан бөлек бізде ары қарай тағы да қалып отырған ауылдық округтар бар. Олар енді кезең-кезеңімен газ жүйесіне тарту жұмыстар жүргізілетін болады. Бүгінгі күні енді 75%-ден астам Қармақшы ауданының тұрғындары газ жүйесіне қосылған. Бұл жұмыстар міндетті түрде өз жалғасын табатын болады. Ел аман жұрт тыныш болатын болса, алдағы уақытта да көгілдір отынсыз ешбір ауыл қалмайды дейсіз ғой. Барлығы қосылады. Жандос Еркінбекұлы,
жоғарыда біз ауыл шаруашылығы саласына өте қажетті тіршілік нәріне тоқталдық. Бұл енді актуалды тақырып, күн тәртібінен түспейді. Десе де мемлекет басшысының ерекше басымдық берген тағы бір мәселесі Қазақстан халқын 100% таза ауыз сумен қамту. Біздің өңір 100% таза ауыз сумен қамтыды. Қармақшы ауданының үлесі қандай? Қазір кезде бір қажеттілігі бар ауылдар бар ма, әлде толығымен қамтып отырмыз ба? Бүгінгі күні жалпы Қармақшы ауданының аумағында 2 кент, 12 ауылдық округ орналасқан. 100% таза сапалы ауыз сумен қамтылған. 100%. Бір ғана мәселеміз бар, мынау Еркөл ауылдық округ пен Жосалы кентінің аралығында жаңа таза судың жүретін трубопроводы шамалы енді тозығы жеткен. Сол себептен Жосалы кентінің тұрғындарына суды шілде айларында күн ыстық қайтын болған кезде судың давлениесі азайып кетеді. Сол себептен қазіргі таңда біздің жобамыз дайын. Биылғы жылы енді ондай көп қаражатты қажет етпейді. Ол аудандық бюджет қаражат есебінен оны істеуге болады. Биылғы жылы Еркөл мен Жосалы кентінің аралығында 10 шақырым жер ғой, жаңа трубопроводты ауыстырсақ, Құдай қаласа мүлдем ауыз суға қатысты ешқандай мәселе болмайды деген сеніміміз бар. 100% қамтылды. Енді өзіңіз айтқандай ауыстырылатын болса, ешқандай қысымның төмендеуі болмайды, ешқандай проблема туындамайды. Жолдың азабын жүрген білет дейміз. Жол инфрақұрылымы бұл өте бір ауқымды сала, көптеген қаражатты қажет ететін. Қазіргі таңда аудан орталығы мен ауылдардағы жолдың сапасы қанша пайызға жетіп отыр? Қандай жұмыстар 2025 жылы жүргізілді және де 2026 жылға деген жоспарларыңыз қандай болып отыр? Енді 2025 жылы аймақ басшысының қолдауымен аудан аумағында жалпы 1,5 миллиардтан астам қаражатқа жол инфрақұрылымын қалпына келтіру жұмыстары жүрді. Оның ішінде күрделі жөндеу жұмыстары бар, ағымдағы жөндеу жұмыстары бар, ямочный ремонты бар. Сондай жұмыстар ұйымдастырылды. Бірақ дегенмен де әлде де біраз ауылдарда қалпына келмеген көшелер, жолдар бар. Олардың жалпы саны да, көшелердің атауы да біздің тізіміміз бекітілген. Сол тізімде сәйкес, кезектілігіне сәйкес қаражат көздерін тауып, жұмыстар кезең-кезеңімен ұйымдастырып жатыр. 2025 жылы бір ең ірі жобалардың бірі бұл Төретам кенті мен Ақай ауылдық округін қосатын Байконурды айналып өтетін Бармина көшесі бар. Ол жерде соңғы рет ол жолға Совет үкіметінің кезінде жасалған ремонттар кезінде сол асфальт түскеннен содан кейін ремонт көрмеген жол. Ойық-шұқыр, жалпы ұзындығы 9 шақырымға дейін жуық болатын көше. Жоспарға сәйкес, жобасына сәйкес 1 миллиардтан астам қаражат қажет еткен. Бұл мәселені де біз аймақ басшысына баяндап шықтық. Аймақ басшысының қолдауымен облыстық бюджеттен тиісті қаражаттар бөлініп, бұл жұмыстар бастап кеттік өткен жыл. Объект переходящий келесі биылғы жылға. Енді қазіргі таңда подрядчиктің тарапынан ешқандай мәселе жоқ. Қажетті техникалары да бар, қажетті заттардың бәрі келіп тұр. Бірақ біз өзіміз пока тоқтатып тұрық. Шамалы ауырай қалпына келсін, қазір қардың үстіне асфальт жайсақ, ол міндетті келесі жылдың аяғында жаңбыр қардың астында еріп, нәтижесі болмайды. Сол себептен наурыздан кейін ары қарай жалғастыру жұмыстарын бастаймыз. Жалпы жаңа айтып отырмын, 9 шақырымға жуық жол ұзындығы. Соның біз 2025 жылдың екінші жартыжылығында 2,5 шақырым бітіріп тастадық. Енді биылғы жылы аманшылық болса қалғанын бітіреміз деп отыр. Енді ол жолға асфальт төсеу, тек қана келіп асфальт төсеп кету емес қой, ол жолды дайындау керек бірінші. Астына уплотнениялар салады, қаншама материалдардан не істеп. Сол жұмыстардың бәрі толығымен аяқталып отыр қазір. 9 шақырым түгелмен. Құдай қаласа, мынау биылғы жылдың мамыр айына дейін толығымен жұмыстарды аяқтайды. Как раз жоспарға сәйкес олардың мерзімі де сол мамыр айға келіп тақалып отыр. Подрядчикпен сөйлесіп отыр. Подрядный мекеменің басшысымен ешқандай проблемаларымыз жоқ дейді. Өзіңіз қалай баста деп айтқан кезде біз бастап кетеміз. Дәл осындай жағдаймен бізде мынау аудан орталығында да екі көше бар. Ұзындықтары біреу 2,5 шақырым болады, біреу 5 шақырымға дейін жоқ. Олар да былтыр переходящий объект, былтыр основаниясын дайындау жұмыстарын толығымен аяқтады. Енді Құдай қаласа, күн жылығаннан кейін асфальт төсеу жұмыстарында бастап кетеміз, Құдай қаласа ол жерде.
Менің білуімше шалғай ауылдарда да жол жөндеу, жол төсеу, асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Міндетті түрде, иә, жол жөндеу жұмыстары. Мысалға, аудан орталығынан алыстау орналасқан Алдашбай ауылдық округі деп айтайық. Мысалға, ол жерде де бір 9 көшедей бар. Соның орталық көшелеріне біз былтыр асфальт төсеп бердік. Кіреберіс көшесіне, одан бөлек тротуарлар салып бердік. Дәл сондай жұмыстар әр ауылда. Ақтөбе ауылда мысалға 2 көшесін былтыр істеп бердік. Биылғы жылы мысалға Төретамда орталық көшелерінің 3 көшесін жоспарлап отырмыз. Үшеуінде күрделі жөндеу жұмыстарымен, широкий асфальт, тротуарымен, бордюрмен, кәдімгідей современный қаладағыдай жол жасаймыз деп. Жалпы жол инфрақұрылымы тұрғындардың күнделікті тұрғындық несіне үлкен әсер етеді. Сол себептен жол инфрақұрылымы өте маңызды, ол да бізде назардан тыс қалмайды. Міндетті түрде кезең-кезеңмен қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Жандос Еркінбекұлы, біраз уақыттан бері сұхбаттасып отырмыз. Жеткен жетістіктерді тізбектеп жатырсыз. Біз қоштап жатырмыз, жоққа шығармаймыз. Енді бір тақырыпты қозғағым келіп тұр. Сізді бір мақтап, ұпай жинайын деп отқан ешқандай ниетім жоқ. Бірақ та көзіміз көріп, құлағымыз естіп, жүрегіміз сезіп жүрген нәрсе бұл аудан орталығының абаттандыру мәселесі. Өзіңіз келгелі дәл осы абаттандыру жұмыстарына қатты назар аудардыңыз. Орталық алаңын абаттандыру, кіреберісі, көшелердің жарықтандырылуы, безендірілуі мәселесі. Одан өзге қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Дәл осындай бір абаттандыру жұмыстары ауылдық округтерде де жүргізіліп жатыр ма? Алдағы уақытта қандай жұмыстар жоспарлап отырсыздар? Жалпы енді айтқан сөзіңізге рахмет. Любой пендеге ұнайды ғой өзі мақтаған кезде. Бірақ дегенмен де мен жалпы аудан әкім болып тағайындалғаннан бері жүрген жерімде айтам, бір адамның қолынан ештеңе келмейді. Ол үшін ең маңыздысы жақсы жұмыс жасап, жақсы нәтижеге қол жеткізіп, ары қарай сол нәтиженің арқасында халықтың жақсы бағасын алуға ол ең маңыздысы ауызбіршілік керек. Ауызбіршілік керек. Сосын мынау жергілікті атқарушы органмен жалпы қарапайым тұрғындардың арасында байланыс болу керек міндетті түрде. Сол себептен енді абаттандыру жұмыстарды мынау аудан орталығындағы жасалған абаттандыру жұмыстардың көбісі мынау ауданымыздың жастардың тарапынан шыққан ұсыныстар. Мен өзім жастармен кездескен сайын былай арасында бір жастар орталығының басшысының тарапынан ұсыныстар түседі жақсы. Олардың бәрін зерттеп отырып, енді әр түскен ұсынысты 100% орындауға мүмкіндік болмайды, оны өзіңіз білесіз. Соның ішінен ең маңызды, ең қажетті бір жақсы демеу беретіндей сондай проекттерге тоқтадық. Соңғы 2 жыл, 3 жылдың көлемінде абаттандыру жұмыстары шынымен де жақсы жүріп жатыр. Бұл жұмыстар жалғыз аудан орталығында емес. Енді шамалы объемы кішкентайлау көлем, бірақ дегенмен де басқа ауылдарда да осындай жұмыс жүріп жатыр. Мысалға 2025 жылы Қармақшы ауылдық округі мен Төребай би ауылдық округінің алаңдарын жаңадан абаттандырып бердік. Ол да бір жақсы нәтиже болды. Төребай биде өткен жылы біз 60 жылдығын тойлаған болатынбыз. Соның қарсаңында жаңа орталық алаңдарын дұрыстап бердік жақсы. Енді биылғы жылы Қуандария ауылдық округінде жаңағыдай абаттандыру жұмыстарын бастаймыз деп отырмыз. Бұл жерде де ең бірінші мидай далаға апарып орталық алаң салып қоймайсың ғой, жан-жағын абаттандыру керек. Ойын алаңы бар, орталық ретінде не істейтін деп. Сондай жұмыстарды қазіргі таңда ауыл әкімі тарапынан ұсыныстар түсіп жатыр. Соның бәрін бюджеттік комиссияда отырып, қажеттілігіне байланысты тиісті қаражаттарды бөліп, абаттандыру жұмыстарды басты назарымызда постоянно. Себебі енді аудан орталығынан бастаған себебіміз енді қаншама адамдар келіп кетеді. Сырттан келіп кетеді, сосын жаңағыдай инвесторлар да келеді. Сосын мысалға мен өзім өз көзқарасыма қарағанда инвестор ретінде келген ауылдың ішінде сен бір жақсы жаңалықтар көрсең, ары қарай жұмыс жасауыңа сенің желаниең да ашылады. Мысалға дымы жоқ, тас қараңғы жерге келіп, бізге мынандай бір салып бер деп отырсаң, любой инвестор айтады ғой, бұл қалай болады екен? Сосын ол инвестор тартып, әкеп қойып мынаны бізге істеп берші деп отыра алмайсың, оған қолдау көрсету керек, көмек көрсету керек деген сияқты. Енді жаңа айтып отырмын ғой, Құдай қаласа 2 жобамыз бар, келесі ағымдағы жылы жүзеге асырамыз деп отырып. Соның нәтижесімен
енді ол инвесторлерге де өтініш айтуға мүмкіндік ашылады. Мынаны істеп беріңдерші, мынаны істеп беріңдерші деп, Құдай қаласа. Сол себептен абаттандыру жұмыстары бізде басты назарда, келесі жылда ары қарай жалғасында болады. Қазіргі таңда мынау жоспарға сәйкес бізде бүгін жаңа объектов бар. Темір жол вокзалының алдын абаттандыру жұмыстарын жасап жатыр. Оны да енді аймақ басшысының өзінің бастамасымен жаңа облыс орталығының темір жол вокзалы қалпына келгеннен кейін аудандарға да жасаймыз дегенде мен жеке өзім мысалға қуандым. Біздің аудан орталығымыздың темір жол вокзалы тарихи ғимарат қой. Оны қалпына келтіру қалай болады екен, оның экспертизасын өзін жасауда өзінің басқа бір тәртіптері бар олардың. Тарихи не болғасын. Сол себептен біз жаңағыдай құжаттарды рәсімдеу жұмыстары толығымен аяқтап, тиісті қаражаттар келіп, оған мынау аудандық бюджет қаражаты есебінен өзіміз де қосымша ақша қосып, вокзалдың кіреберісін абаттандыру жұмыстарын жақсы жүргізіп жатыр. Ол жерде жаңағыдай сүйікті салым деген жазуымен жаңағы жастарды суретке түсетін. Сосын қазір соңғы жылдар жаңағы мода болып кетті. Туған күн болсын, не болсын жаңағыдай не істеп қояды. Сондай бір жастардың жақсы бір естерінде қалатын моменттерді закреплять ететін бір жақсы бір нелер деген оймен жасап жатыр. Төретам кентінде де бізде темір жол вокзалы бар. Ол жерде де жақсы жұмыстар жүріп жатыр енді. Жасыратын ештеңе жоқ. Күрделі жөндеу жұмыстарына байланысты шамалы сұрақтар бар. Енді ол жерде бірақ дегенмен де жасалып келе жатыр. Сосын бізде енді қоймаймыз бұл жерден. Аптасына үш рет тексересің, өтесің, бүйтесің барып. Бізге ең маңыздысы жақсы нәтижеге, сапалы нәтижеге қол жеткізу. Дұрыс қой, бақылау. Ең маңыздысы сапалы. Өзім арасында барып көріп кетемін. Сосын орынбасарларым, кенттің әкімі ол жақта постоянно деген сияқты. Сол сияқты мынау Құдай қаласа биылғы 2025 жылдың аяғында басталған абаттандыру жұмыстары, мынау ертең в принципе ол жұмыстар 99%-ға бітіп қалды. Майда шүйде нелері қалып отыр. Қазір соны толығымен аяқтаса, тал егу жұмыстары қалып отыр. Мен қазір естіп отырмын. Енді қазір еге бермеймін. Қазір тал еккеннен не пайда? Тұрады, ертең көктем келсе сол кезде орындарын дайындап қойыңдар, талды егеміз сосын деп. Сондай бір моменттер. Сосын абаттандырудан бөлек ауданымызда бізде тал егу жұмыстары жақсы жүріп жатыр. Жалпы жаңағыда қазақта бір сөз бар ғой, елдің есінде қалғың келсең тал ек деген сияқты. Сол сияқты сондай немен тал көп жер міндетті де жақсы болады, әдемі болады, жаңағы халықтың да көңіл күйіне жақсы бір әсер етеді. Енді жаңағыдай не бір современный методтарды пайдаланып отырып егіп жатыр талдарды. Мысалға соңғы 3 жылдың көлемінде біз 5000-нен астам тал ектік. Биылғы жылы да жоспарлап отыр. Шығымы қалай болып жатыр? Енді жалпы менің көрген талдардың бәрі өсіп жатқан сияқты. Мен өзім былай аралап шыққан кезде. Сосын ауыл әкімдерде талға бала сияқты қараймыз біз. Өйткені өйтіп қарамасаң мал бар, жалпы сосын енді біздің жердің өзінің жаңа несі бар, жаңағыдай көп моменттер, ерекшеліктер бар. Солардың бәрін ескере отырып, әр егілген талға менің талабыма сәйкес ауыл әкімі, кент әкімі басымен жауап береді. Басымен несін. Ең маңызды талды бойы шығып, көкеріп, әдемі болып тұру керек. Оған да біз жаңа суды экономить етіп, жаңа әдістемелерді пайдаланып отыр, капельный нелермен. Тамшылап суару. Құдай қаласа енді бұл жұмыстарда жалғасын табатын болады. Жандос Еркінбекұлы, соңғы бір сұрақтардың бірі тұрғын үй құрылысы саласына тоқталып өтейікші. Жалпы тұрғындардың баспанамен қамтамасыз етілуі, соның ішінде Байқоңыр қаласында өзіңіз бір қосып өтсеңіз. Биылғы жылы біз аймақ басшысының қолдауымен 3-4 жылдан бері шамалы проблемный объект болған Байқоңыр қаласындағы 50 пәтерлік 5 тұрғын үйдің жұмысын толығымен аяқтап, кеше ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысынан кейін 21 күн аймақ басшысы тікелей өзі келіп қатысып, салтанатты түрде кілттерді табыстадық. Қазіргі таңда бұл үйлер Байқоңыр қаласындағы кезекте тұрған азаматтарға кезектілікке сәйкес табыстау жұмыстары жүріп жатыр. Енді бір сөзбен айтқанда 2026 жылдың басында Байқоңыр қаласының тұрғындарының арасынан 250 жанұя жаңа пәтерге иеленді. Аудан орталығында біз биылғы жылы 60 пәтер салдық. Оны да кеше қараша айында аймақ басшысы өзі тікелей қатысып, салтанатты түрде кілттерді табыстадық. Ол енді қазір кезектілік отбасы банк арқылы болып жүріп жатыр ғой қазіргі таңда. Сол себептен біз тізімді жасақтап отбасы банкқа жолдаймыз. Отбасы банк өзінің талаптарына сәйкес бір реттеу жұмыстарын жүргізіп, сосын бізге ұсыныс береді, мыналарға табыстауға болады. Сонымен кезекке сәйкес үйлерді табыстап жатырық.
мына отбасы банкқа кезектілік өткеннен кейін бір жақсы мүмкіндігі мынау аудан тұрғындарының өздері де қаладан да үй алуға мүмкіндіктер бар. Сол себептен көп адамдар жаңағыдай табыстаған үйлерден бас тартып жатыр. Қаладан аламыз деп. Ол үйлерді біз мына кезекте тұрған одан кейінгі адамдарға кезекке сәйкес табыстап жатыр. 2023 жылы біз 51 пәтер табыстадық. 24 жылы 156 пәтер табыстадық. 25 жылдың қорытындысымен 60 пәтер табыстадық. Енді қазіргі таңда мен бүгін азанда жаңа жиналыста осы саланы жетекшілік жасайтын орынбасарыма тапсырмасын бердім. 200 пәтер сиятын инфрақұрылымы жеткізіліп тұрған жерлерді дайындаңдар аукционға деп енді. Биыл Құдай қаласа жаңағыдай көп сұрасаң аздау береді ғой. 200 сұраймыз, бергенін ары қарай жүзеге асыруға тырысамыз. Сосын одан бөлек мынау бізде аудандық бюджет қаражат есебінен аварийный тұрған үйлерді, апатты тұрған үйлерді ауыстырып беруге жұмыстар ұйымдастырылып отыр. Мынау осал топтарға бағытталған бағдарламадан бөлек біз аудандық бюджет қаражат есебінен үйлер сатып алып беріп жатырмыз. Енді мүмкіндікке байланысты жылына 5-10 үй алып берді деп айта алмаймын. Енді хотя бы 2-3 үй алып беруге тырысып жатырмыз. Биылғы жылда бүгін тапсырмасы бердік. Жаңа бағаның мониторингін жасап беріңдер деп, сосын арасынан среднестатистический енді 25 миллионға үй алып береміз деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де сол 5-7 миллионның шамасында газы желательно кірген, жаңа сондай инфрақұрылымы бар, барып жаңа жақсы условияда өмір сүруге болатындай сондай үйлерді қарастырып жатыр. Оларды да биыл енді 200 пәтер бізге жаңағыдай келісім берсе салуға, ары қарай тағы да бір 3-4 пәтер алсақ, ол да бір жақсы жетістік болады. Әрине. Құдай қаласа. Жандос Еркінбекұлы, жоғарыда айттым ғой, барлық саланы қамтыдық. Біз тоқталмаған тақырып қалмаған секілді. Бір ғана тақырып қалып тұр. Кейінгі уақыттарда көзіме көп түсіп жүргені әлеуметтік желіде аудан орталығындағы көшелерді жаяу жүріп аралайды екенсіз. Бұл жақсы бір пиар ма, әлде жасалып жатқан жұмыстардың жүйелі болуын өз көзіңізбен қадағалағыңыз келгеннен туындаған бастама ма? Сұрағыңыз дұрыс, рахмет сұрағыңызға. Енді бұл сұрақта жауапты былай бастаған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім жалпы осы қасиетті Қармақшы ауданының, оның ішінде Жосал кентінің топырағында дүниеге келген адаммын. 10 классқа дейін осы жерде білім алдым. Қаншама достарым бар, қаншама туыстарым бар осы жерде жүрген. Сол себептен мен әкім болдым деп жаңа өзімнің қызметтік көлігіне мініп алып жүре берген дұрыс емес деп ойладым. Халыққа жақын болу керек. Мен сырттан келген адам емеспін, осы елдің азаматымын деп. Сосын жалпы мен өзім ауа райы мүмкіндік болса, мүмкіндік беріп жатса, өзім жұмыс графигім мүмкіндік беретін болса, жаяу жүргенді өзім жақсы көремін. Денсаулыққа да пайдалы. Сосын көлікпен өтіп кеткен, қарап өткенмен жаяу жүріп қараған ол айырмашылығы бөлек. Одан бөлек жолдың ауылдың ішінде жүрген кезде тұрғындарды кездесесің, кейде таныстарды кездесесің, кейде азаматтар өздері танып мәселелермен келеді. Сол барысында да жақсы ақпараттар жинап аласың. Сосын келіп мына жерден тапсырмаларды беруге ары қарай. Сосын қазір жаңа не ғой, смартфондар бар. Енді бәрін блокнотқа жазып алып жүре алмайсың ғой. Смартфонмен жаңа диктофонға жазып қоясың, мына қиылыста мынандай проблема бар екен деп. Сосын жаңа общий чатқа салып жібереміз, орынбасарлардың чатына. Қарап шығады, әркім өзінің ұсыныстарын береді, қалпына келтіреді. Енді қолымыздан келгенше жаңа технологияны пайдаланамыз. Интернет болсын, телефон болсын, басқасы болсын. Жаңа соңғы моментке жаңа пиарға байланысты мен онда пиар деп оны ойламаймын. Енді білмеймін, аудан әкімі магазинге барып жұмыстан шығып жатқан кезде келіншегім звондайды кейде, нан ала кеш деп. Тоқтап барып нан аламын магазиннен. Енді барып бір блок нан сатып алған пиар деп саналмайтын шығар енді. Басқа да нелер бар. Енді өзім өшірету өскесін ба, мен өйтіп бір қысылып, я болмаса халықтан қашып, олардың не істеп, бүйтіп не істемеймін. Кәдімгідей қонаққа да барамыз, ешқандай мәселесі жоқ. Жаңағыдай уақытқа байланысты, ахуалға байланысты енді болады ғой, бір кейде бір жақсы сыйлы азаматтар үйлеріне шақырған кезде бармаған ұят болады. Соған барып шамалы бір сағат, жарты сағаттай уақытыңызды бөліп, бұл жерде адамдармен кездесесің. Сосын тағы да айтып отырмын, бұл Қармақшы менің туып өскен жерім ғой, сосын мен бұл жерде пиар жасайтындай жағдай маған бұл жерде керек емес деп ойлаймын. Қолымыздан келгенше жұмыс жасап жатыр, халық көріп отыр, бағасын беріп отыр. Енді менің негізгі өзім мақсатым
қандай жерде, қандай қызметте болсаң да, қандай азамат болсаң да, сенен кейін артынан жақсы сөздер еру керек та. Әйтпесе мына жерде отырып алып, мен әкім болып алдым деп, бүйтіңдер, сөйтіңдер деп команда беру, ақыл айту ең оңай ғой өмірде. Кез келген адамның қолынан келеді ғой. Ең оңай. А вот сол проблеманы ары қарай түбіне дейін жетуге ол бір адамның қолынан келмейді. Ол үшін команда керек. Енді команда деп айтпаймыз, ауызбіршілік керек деп. Сосын жаңағыдай ғой, әр менің орынбасарым, әр мекеме басшысы қандай жағдайды маған баяндаған жағдайда ол адам психологиясында бар нәрсе, ол өзін қорғап баяндайды. Ол жерде дұрыс па? Мысалы, мен сөйтіп айтып едім алдында, бүйтіп едім, алдын ала мынандай жұмыстар жасады. А тұрғын ол жағдайды басқаша қарап тұрады да, басқаша айтады. Соответственно, енді мен басшымын, жай қарапайым тұрғынның өзінің ойын естіге салыстырған кезде көбісі сол жай қарапайым тұрғынның ойына сенесің. Потому что енді жасыратын ештеңе жоқ. Дұрыс емес болса, дұрыс емес шығар, кешірер мен, бірақ дегенмен де адамның психологиясы. Пендеміз ғой бәріміз, өз-өзін қорғап не істеуге тырысады. Қарапайым тұрғын ол қалай бар, солай лапыткызып айтып жібереді. Сосын енді әр қарап тұрғынның несіне, сөзіне сене бермейсің ғой, жасап, мониторинг жасайсың, адам жібересің тексеруге, шын сондай ма, ондай емес па деп. Негізі соның нәтижесі шығар деп отырмын мен. Қазіргі таңда енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, шынымен де шүкір, әуелі Алла ауызымызды толтырып айтатын жұмыстар жасалды, әлде де алдағы уақытта да жасалады. Оның бәрінің бір жақсы демеуін ретінде мен жалпы өзім ойлаймын, қазіргі таңда өзімнен бастап ауданды басқарып отырған басшылық құрам, менің орынбасарларым болсын, ауылдық округ әкімдері болсын, мекеме басшылары болсын, бәрі осы Қармақшы ауданында туып өскен азаматтар. Осынша Жусалы кентінде туып өскен азаматтар. Сол себептен енді азамат өзінің туып өскен елін жақсы көріп, өзінің туып өскен еліне жан ашымаса, значит, дұрыс емес азамат. Дұрыс емес азамат, бұл логикаға байланысты жоғары лауазымға ол бара ма, бармай ма мәселе. Қазіргі таңда менде отырған жігіттердің бәрі осы елде туып өскен жанашыр азаматтар, уақытпен санасу, мен анаяққа бару керек едім, жеттен кейін маған ақша төлемейтін еді деген сияқты ондай әңгімелер жоқ. Біз тапсырма түседі, тапсырманы 100% нәтижесіне жеткенше мен де, менің орынбасарларымда қажетті мамандарда осы жерде жұмыста отырамыз. Соның нәтижесінде әр азаматтың өзін елге жаны ашып, жасаған жұмысына жаны ашыған нәтижесінде деп ойлаймын, осындай жұмыстар елде атқарылып жатқан. Ол жалғыз ой. Көп адамдар айтады, сіз елге келгесін, былай өзгерсіз, ол ондай емес. Сондай сөздерді қалай қабылдайсыз? Жоқ, мен дұрыс емес деп ойлаймын ол жұмыстарды, ол сөздерді. Ол бір адамның қолына ештеңе келмейді. Может быть, енді менің де үлесім бар шығар, бірақ дегенмен де сол жерде ауызбіршіліктің арқасында бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді жаңағыдай жауып отырып, бір-бірімізді жоқтығымызды білдірмей, сол бағытта ұйымдастырған, сондай немен ұйымдастырған жұмыстың нәтижесі деп білемін. Ал өйтіп, ой, сен Жандос Еркінбекұлы келгеннен бері Қармақшы бүйтті, ол дұрыс емес ол. Маған дейін де Қармақшы болған, қаншама мәселелер болған, шешілмеген. Қазірдің өзінде де Қармақшы, қаншама мәселелер бар, шешілмеген. Алдағы уақытта менен кейінде де бұл жұмыс мәселелері бітпейді. Сол себептен ол Еркінбек Жандос Қармақшыға келсін, Қармақшы бүйтті деген мен дұрыс емес санаймын ол мәселені. Елде жерде біздікі әр азамат еліне жан ашып жұмыс жасаған кезде жақсы нәтиже болады міндетті түрде. Жандос Еркінбекұлы, сұхбатыңызға, сұрақтарымызға сауатты жауап бергеніңізге алғыс білдіре отырып, расымен де ел үшін ерінбей еңбек еткеннің нәтижесі сіз және сіздің әріптестеріңіздің, өзіңіз айтқандай, уақытпен санаспай, дәл осы ауданның көштен қалмай, көш басында болу үшін маңдай терлерін төгіп, осы бір ел үшін еңбек етейік, ерінбейік, түнде ұйқыны, күндіз күлкіні ұмытсақ та, осы халықтың әл-ауқатының әлеуетті болуына өз үлесімізді қосайық деген бір өзіндік ішкі патриотизмінің нәтижесі деп білеміз. Сұхбатқа келіскеніңізге тағы да көптен көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөлгеніңізге. Енді бұл Қармақшы біздің де туған жеріміз, туған жерге табан тіреп келіп отырмыз, өзіңізбен сұхбаттасып отырмыз. Расын айтқанда көңіліміз қуанып отыр. Көптен бері бұндай
ақпараттарға көптен бері бұндай жеткен жетістіктерге біздің құлағымыз шала қойған жоқ, жасыратыны жоқ. Бірақ дәл осындай қомақты қаражаттар келіп, жемісті жобалар жүзеге асып жатқаны бізді қуантады. Өзіңіз айтқандай, бұл жалғыз Жандос Еркінбекұлының ғана еңбегінің нәтижесі емес, барлық ел азаматтарының жүйелі жұмысының нәтижесі. Алғыс білдіреміз. Алдағы жоспарларыңыз жемісті жүзеге ассын. Жақсы жаңалықтармен жолыққанша дейміз. Көптен көп рахмет.